Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай керемет бір тәтті тағам жасайық деп тұрмыз. Ең біріншіден мінекей ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын деймін. Ауыз ашарға осындай құрмадан керемет тәтті жасадық. Енді сіздермен бөлісейін деп жатырмын. Ал ендеше көрсетейін. Ал енді мінекей бастайық. Бүгін мінекей біздің үйде бар заттардан жасалады. Қазір ораза айына шайға қоюға өте керемет тағам, қалай деп айтайын, тәтті деп айтсам болады. Осындай біздің құрмамыз жуылған, біз жегеннен қалған осындай құрма бар. Осындай кішкентай орехтарымыз бар. Ол мындай не обязательно, қандай орех бар, сондай сала беруге болады. Көп затты қажет етпейтін, үстелдің сәнін алатын, осындай бір керемет бір тәтті жасайын деп тұрмыз. Енді мына құрмаларымызды сүйегінен ажыратып аламыз. Енді құрманы сүйегінен ажыратып, бетіп барлығын осылай тазалап аламыз. Неке құрмамызды тазалап алдық. Құрмаға құрманың көп қажеті жоқ. 250 граммдай болады жобалап неке. Енді осы құрмамызды қазір біз майын салғанын көрсетейін сіздерге бірінші қазір. Бір шай қасықпен 1-2 қасықтай сармай саламыз. Сармай бола ма, магазинінде сливочный май бола ма, үстіп ақырындап ертіп аламыз бірінші. Баяу отта ертіп алыңыздар. Міне майымыз еріп болды. Енді осыған ақырындап жаңағы орехтарымызды саламыз. Бисмилля. Үйде қандай орех бар, сондай сала беріңіздер. Бұл 1 келі, 2 келі орех кетпейді. 15-20 граммнан ғана кетеді. Менде үйде қандай болыпты, сондай салып жатырмын. Енді осыны жақсылап майға араластырамыз. Көп қуырмаймыз, 1 минут қана, 1-2 минут қана жетеді. Енді жаңағы тазартылған құрмамызды саламыз, бисмилля деп. Енді осыны жақсылап еземіз. Бұл кәдімгідей әдемі еркін езіледі. Барлығын араластырып отырып, осының барлығын қазір орехтарымыз соғалып қалады, құрмаларымыз қазір езіледі. Неке көрдіңіздер ме? Қазір жібігеннен кейін езіледі. Неке қараңыздар, жаңағы майда құрма майға сіңіргеннен кейін кішкене бойына жұмсақ болып, осындай керемет бір езіліп шықты. Енді міне болып қалды. Үйде осындай құрмаларыңыз болса, қалдырмай ауыз ашарға бір керемет шаймен ішуге өте бір керемет таптырмайтын тәтті болып шықты. Мынау мінекей енді ары қарай неке көре жатамыз. Мынандай 1-2 қасықтай күнжутымыз бар. Сол күнжутты кішкене отта құрғақ табамызда 1-2 минут қуырып аламыз. Неке осындай керемет рулет сияқты болып шықты жаңа құрмамыз. Енді мына пісірілген күнжутымыздың үстіне саламыз. Салып осыны осыған ақырындап бір қалыпқа келтіреміз. Неке күнжут болмаса, болмай қойсын, жайда жасап қоюға болады. Неке кішкене бетіп. Егерде бір салып қоятын формаларыңыз болса, сондайға да салуға болады. Менен ондай болмай тұр, сондықтан да мен осылай шұжық сияқты қылып. Енді осыны 1-2 сағат салқын жерге қоя тұрамыз, сосын ары қарай кесіп сіздерге көрсететін боламын. Неке құрмамыздан жасалған тәттіміз дайын болды. 2 сағат салқын жерде ұстадық. Енді мен сіздерге осыны кесіп қазір көрсетемін. Бисмилля. Оңай кесіледі. Кішкене салқындатып алсаңыздар болғаны. Неке ой керемет түрі. Қолдарыңызда қандай орех бар, содан жасай беріңіздер. Не осындай болып шығады. Ал енді бүгінгі осы тәттінің дегустациясы маған бұйырып қалыпты екен. Қазір мен дәмін көретін боламын. Бисмиллахиррахманиррахим.
Өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашарға таптыртпайтын, үстелдің сәнін алатын осындай керемет тәттіміз дайын болды. Өте керемет екен. Жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, сіздермен бірге жасаған керемет мынандай ауызашарға құрмадан тәттіміз дайын болды. Мінекей, осылай жасап көріңіздер. Маған лайк басыңыздар, подписка жасаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. Жасап көрсеңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.